Сәлем достар, сіздермен Жансая. Бүгін өте дәмді, ерекше пирог жасаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстінен қантымызды салып, тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ерітілген майымызды, жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Енді ашытқымызды қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз да 2-3 бөлікке бөліп қосып араластырамыз. Қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа түрлі рецептерді таба аласыздар. Қыздар, осылай біркелкі қамыр илеп шығамыз. Енді қамырымызды көтерілуге алып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді пирогымызды жасаймыз. Дайын болған қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. 3-ке бөліп алған қамырымызды дөңгелетіп, үшеуінде жайып шығамыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін, енді өзіңізге ұнайтын вареньяны осылай үстіне біркелкі етіп жағып аламыз. Егер сіздің вареньяңыз сұйық болатын болса, крахмал қоссаңыздар болады. Барлығын рет-ретімен дәл видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Видеода көрсетіп жатқанымдай осылай 4 жағынан бірінші 4-ке бөліп алатын боламыз. Және де ары қарай видеода көрсетілгендей кесіп, түйіп шығатын боламыз. Қыздар, енді барлығы видеода көрсетілгендей осылай әдемілетіп орап шығатын боламыз. Барлығын орап болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа көтертеміз. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, алдын ала қызған пеште 180 градуста 20-25 минутта беті қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі ерекше болып шықты. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Жансая ас болсын.